Шілдехана салты. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылып қайғыдан қан жұтады. Құдай тағала оны жұбату үшін Сүлейменді береді. Дәуіт қайтадан ес жинап, өзіне өзі келген соң жалғыз ұлының тілеуін тілейді. Сүлеймен дүниеге келгеннен 40 күн өткенде Жибрейіл періште келіп, Дәуіт Алланың өзінің Раббы деген сипатымен Сүлейменнің рухын 40 күн бойы Құддыс әлемде, яғни киелі әлемде әбден ширатып тәрбиеледі. Енді 40 күн өтті. Құдай қаласа, осы ұлың сенің ізіңді басатын ұлық пайғамбар болады. Ұлыңның қуанышына қауымыңды шақырып той жаса дейді. Пайғамбар ләббай деп құлдық ұрады. Ел жұртын жинап той жасап, сарайын шаттық думанға бөлейді. Осыдан кейін ата-аналар жаңа туған баланың құрметіне 40 күннен кейін той жасап, біздің де баламыз Сүлеймендей болсын, бөбегіміздің рухы кемелденіп ширасын деп ырымдайтын болыпты. Шілдехана салты содан қалған екен. Азан шақырып ат қою. Құран кәрімде Аллах тағала адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа адамды тамашалауды бұйырады деп жазады. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көріпті. Сол кезде Ібліс лып етіп, адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзаларын, қан тамырларын аралап қайта шықты. Сосын періштелерге: бұл мақұлық ұлық Аллаға құл болуға лайық емес дейді. Неге деп сұрайды періштелер. Себебі мұның тәні ас ауқатқа, ұйқыға, қызық рахатқа тәуелді. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталағыш. Қарны ашып ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ-даңқ, мансап билікке тез мас болады екен. Жылтыраққа көрсе қыздар дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз. Құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе бар, дейді Ібліс. Періштелер: ол не деп сұрайды. Ібліс: кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бар белгісіз, құпиясын бір Алла өзі біледі дейді. Періштелер: адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелері арқылы Құдайдың хикметін танып білсе керек дейді. Ібліс алақанмен адамның құлағын сипайды да: мұның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын пері періштенің сөздерін ести алмайды дейді. Сосын алақанмен екі көзін бір рет сипап өтеді де, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Алланың сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты бас көзімен іздейтін болса міндетті түрде адасады. Күнәға белшеден батады дейді. Сосын алақанмен аузын бір сипап, аузы Құдайға жақпайтын сөздер айтуға бейім болады. Мағынасыз бос сөзге құмар болады. Бисмилля демесе жеген асы арам болар. Мен мұның 5 сезім мүшесін жаратқанның хикметін танудан аулақ еттім деп мақтанады. Сосын сол жақ кеудесін жұдырығымен соғып, мына жүректегі көңіл көзін бір жола бітеп тастауға айлам жетпейді. Адам баласы түптің түбінде ақиқатты осы жүрек көзімен тауып кетуі мүмкін. Көңіліне надандық пендесін жауып, ақылдан бойын қашық етсем, мал дүниеге малданып, біраз алдануы мүмкін. Тіпті жүрегінде көзі бар екенін ұмытып та қалады. Бірақ Құдайдың оған оң назар түсіп, мейірім шапағат етер болса, надандықтан бет бұрып, хақтың жолына түсер сөзсіз депті. Содан бастап адам ұрпағының құлағы Алланың хикметіне керең, көзі соқыр, аузы бейпіл сөзге үйір болыпты. Бір құлақтан кірген сөз екінші құлақтан шығып кетеді екен. Мұны қазақта ақпа құлақ деп атайды. Іблістің қастық әрекетінен соң Аллах тағала Жибрейілге бұйырып, адамның оң құлағына азан шақыр. Азан арқылы жан сарайына мағыналы тіршілік дарысын. Мәнді сөздер сол құлағынан шығып кетпеу үшін оны тәкбір айтып біте. Менің ұлық есімдеріммен сайтан салған әсерді жой дейді. Осыдан бастап дүниеге келген балаға ат қойып, азан шақыру мұсылман әлеміне сүннет болып қалыпты. Қазақ арасында да осы дәстүр кеңінен таралған. Жақсы есім таңдау. Адам ата мен Хауа анаға Жаббар Хақ бір бала беріпті.
екеуі кей кездері балаға таласып қалады екен. Бірі менің балам десе, бірі менікі депті. Екеуінің арасында алғаш талас жанжал болыпты. Мұны көріп тұрған Аллах баланы көгершінге айналдырып жібереді де, бала екеуіңе де ортақ. Біріңнің қуатыңмен, біріңнің шуағыңмен дүниеге келді. Бұдан былай таласпаңдар, тату болыңдар. Алғашқы балаларын көгершінге айналып көкте ұшады. Осы татулықтарының белгісі болады депті. Көгершін қазақ түсінігінде адам атаның алғашқы баласы екен. Ер мен әйелдің кейде бұл менің балам, жоқ менің балам деп таласып қалатыны осы оқиғаның жырыны деседі. Хауа анамыз екінші рет құрсақ көтеріп бір ұл, бір қыз туады. Адам ата ұлыма қандай ат қою керек екенін Алладан сұрайын деп тауға кетеді. Сол кезде Ібліс періште кейпінде Хауа анаға келіп, мені Алла жіберді, ұлыңа Қабыл Харис деп ат қойсын деп айтты дейді. Харис Іблістің бір есімі еді. Хауа ана баласының құлағына Қабыл Харис деп азан шақырып ат қояды. Адам ата таудан келгенде Іблістің ат қоюға араласқанын біліп қатты алаңдапты. Расында Қабылдың кейіннен Іблістің арбауына тез көніп, бауыры Әбілді өлтіруіне осы есімі әсер еткен деседі. Осы оқиғадан соң әйел адамның балаға азан шақырып ат қоюына тыйым салынады. Ат қойған кезде де жақсы, рухани, мәнді атты таңдап қою жоралға болып жетіпті. Осыған орай бертіндегі қазақ сахарасында өткен мынадай оқиғаны айта кетудің сәті түсіп тұр. Абыз бидің батасын алмақ боп үш жігіт ел сыйлаған шешен қарияға келеді. Серікбай мен Жаманқұлдың сөзін тыңдап, оларға өзінше баға берген би үшінші жігітке қарап, шын асылдың көзінде жасыл от болады деуші еді, қарағым-ай, ныпсыңды айтшы депті. Сонда әлгі жігіт, әкемнің аты Аман бала, өзімнің есімім Кәріпжан дей бергенде, Абыз би бармағын тістеп тіксініп қалыпты. Қабай, ат аспаннан нұр пейіштен деуші еді, ой бәлей, бекер болған екен. Әкең бұл атты бекер қойған ғой саған деп басын шайқаған. Абыз би отырып былай деп бата берген екен. Арысын жауға бермес, намысын дауға жібермес. Елдің ері кісі танысам сен боларсың. Бірақ қарағым, түбі бір нәрседен кем боларсың. Кәріпжан қартайған кезінде жаманға бұйырған көп жақсаттың бірін әкем маған неғып бұйырмады екен деп налиды екен. Өйткені қара қылды қақжарған әділ би өз кіндігінен перзент көрмепті. Сондықтан сәбиге көркем есім қою ата-ананың міндеті саналыпты. Жас баланың аузына түкірту. Қызыр ата бірде Әзірет Сұлтанға қонаққа келеді. Яссауи бабамыз шәкірттерін отынға жұмсайды. Жолда жаңбыр жауып, әкелген отының бәрі су болады, бықсып жанбайды. Сүлеймен есімді шәкірттің ғана ағашы құрғақ екен. Асты соның отымен пісіреді. Қызыр, ұлым, сенің шөпшегің неге құрғақ дейді. Бала, мен отынды шапаныммен орап су тигізбей әкелдім дейді. Баланың зеріктігіне риза болған Қызыр, балам, сенің атың хәкім болсын, Аллах саған хикмет берсін деп бата беріп, оның аузына түкіреді. Қызырдан шарапат жұғып, Сүлеймен хикметке жүйрік болады. Құранның мағыналы сырларын өлеңге қосып жырлайды. Ел жұрт оның хикметтерін жаттап, Құранға сауат ашылады. Содан бері сыйлы қонақтарға сәбидің аузына түкірту дәстүрі пайда болады. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген сөз осыдан қалса керек. Тұсау кесу. Аллах тағала Әбілет пен Тәбілет деген екі мақұлықты жаратып жер бетіне жібереді. Олар өте ажарлы, сұлу болған екен. Бір-бірін ұнатып қалады. Жаббар хақ екеуіне некелерін қиылмай бір-біріне қосылмаңдар деп ескертеді. Бір күні екеуі шыдай алмай бір-біріне қосылып қояды. Дүниедегі ең алғашқы зинақорлық осыдан бастапты. Діни аңыздарда қиямет қайымда зинақор адамдар Әбілет пен Тәбілеттің қауымында тіріледі екен деседі. Некесіз қатынастан дүниеге Ібліс келеді. Адам ата мен Хауа ананы жер бетіне жіберер кезде Аллах оларға да ескертіп, некелерін қиылмай қосылмаңдар дейді. Адам ата мен Хауа ана мақұл деп уәде береді. Бірақ ол заманда Ібліс малғұн атанып, оларды азғырып тура жолдан тайдыруға серт берген кез екен. Аллах Жебірейілге адам мен Хауаның аяғын тұсаула, жерге табаны тиген соң тұсауларын кес, Іблістің азғыруына еріп тура жолдан таймасын дейді.
Жебірейіл олардың аяқтарын көк шөппен байлаған екен. Жерге түскен соң тұсауларын кеседі, некелерін қияды. Кейін бұл оқиға дәстүрге айналады. Содан бастап жаңа туған баланың табаны жерге тиер кезде тұсауын кесіп күрмеуін шешеді екен. Баламыз алғаш қара жерге қадам басты, тура жолдан таймасын деп ырымдайды. Тұсауы кесілмеген сәбидің иманы әлсіз болады дегенде түсінік бар. Тұсау кесер кезде Адам ата мен Хауаның арасы 7 қадам болған екен. Жебірейіл адамды 7 қадам жүргізіп барып Хауаға қосады. Осыған орай сәбидің тұсауын кесуші адам оны 7 қадам жүргізіп барып кесу салты сақталыпты. Баланың тұсауын көк шөппен, малдың тоқ шегімен, ала жіппен кеседі. Ала жіппен кесерде өзгенің ала жібін аттамасын, қолын сұқпасын деп ырымдайды. Тоқшекті байлағанда бай болсын, дәулетті болсын деп тілек тілейді. Бұл жерде тұсауды өткір пышақпен жүзін көкке қаратып кесу дәстүрге енген. Балаға теріс көйлек кигізу. Ел ішінде мынадай ырым бар. Көпке дейін бала көтере алмай жүрген әйел кішкентай бүлдіршінге ұлдың немесе қыздың көйлегін теріс кигізіп жүргізеді екен. Ұлдың киімін ұлға теріс кигізсе, ұл туады, қыздың киімін қызға теріс кигізсе, қыз туады деп ырымдайды. Діни аңыздарда бұл ғұрыпты Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Аллах тағала Былқысқа көпке дейін бала нәсіп етпепті. Сол кезде Былқыс Сүлейменнің ақылымен 500 жетім баланың көйлектерін теріс кигізіп жүргізеді. Артынша бала бақытының нышаны байқалады. Қазақ арасында бұл ырым әлі күнге дейін жалғасып жатыр.